ومن سقى صائما سقاه الله تعالى من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. Егер ким оразадар адамға су беріп қандырып қойса, су сундығын қандырып қойса, Алла Тағала адамды дейді, пайғамбарымыз айтады, менің қияматта, менің хауз кәусарымдан бейішке кіргенше чаңқабай тұрғандай қылып су ішіреді дейді. Оразадар адамды қандырғанша су беріп қоюының жазасы шул екен. Құдайым қияматта шуншалық көп тұра тұрған жайлар болады, бейіш менен тозыққа кіргенге шейін. Ал бір өзінше сабақ болады. Махшар болып, махшар майданында. Мана ай жаңырғанда, азырандай бияқтада келеді дуалар. Ай жаңырғанда шу тағдырдың жамандығынан, махшардың жамандығынан сақтау сұрағыла деген пайғамбарымыз. Әрбір ай жаңырғанда. Жаңырған айды көргенде шундай дешіміз керек. Мына Рамазан айын жаңырышында жаңырған айды көргенде айтыла тұрған дуалар бар, бұларға да тоқталауыз. Демек бұл хадисте шундай деді. Қандай хадис? Рамазанды пайғамбарымыз хутбасында ертең Рамазан болады деп тұрған кездегі айтылған хутбада пайғамбарымыз сахабаларға ушул хадисті айтты. Рамазан айының фазилеттері аудан көп. Есепсіз. Кереметтері ушунчалык көп, чеги жоқ. Рамазандың өзінде, ораза айының өзі шарапатта, фазилетте жетіштүү. Ушунчалык фазилети көп, шарапаты көп, момун мусулман үчүн урмат сыйы көп ай болуп эсептелет.